Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай тауықтың төс етінен жасалған рулеттің құрамымен бөлісемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай рулеттеріміз жұмсақ әрі шырынды болып піскен. Ең алдымен тауықтың екі төс етін алып, оны жақсылап жуып аламыз да, оны видеодағыдай жұқалап кесіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тауықтың төс етінің қалыңдығы 2 немесе 3 мм болу керек. Енді біз осы төс еттерді осылай пищевой пленкамен жауып аламыз да, оның үстінен оқтаумен ұрып шығамыз. Енді етіміздегі суды қағаз сүлгілермен құрғатып шығамыз. Келесі тауықтың төс еттерін осылай бір ыдысқа салып аламыз да, оған дәміне қарай тұзын, қызыл бұрышын және қара бұрышты сеуіп шығамыз. Одан кейін сұйық майымызды үстіне құйып, етімізді жақсылап осылай видеодағыдай араластырып, және де 3-4 бас чеснокты етімізге салып, видеодағыдай осылай араластырып аламыз. Келесі 4 дана піскен жұмыртқамызды тверкадан өткізіп аламыз. Келесі тауықтың кесілген төс еттерін видеодағыдай қойып шығамыз да, оның үстіне майонезді кисточкамен жағып шығамыз. Енді тауықтың төс етін видеодағыдай үстіңгі қабатын пышақпен кесіп шығамыз. Енді үккіштен өткізілген жұмыртқамызды осылай төстің үстіне салып шығамыз. Келесі видеоға түспей қалған қатты ірімшігімізді үккіштен өткізіп, оны жұмыртқаның үстіне салып шығамыз. Енді тауықтың төс еттерін видеодағыдай рулет сияқты орап шығамыз. Төстің ішіндегі салмалары түсіп қалмайтындай орау керек. Келесі аздап қалып қойған салмаларымызды бір-біріне қосып, оны жақсылап араластырып аламыз. Оралған рулеттерімізді осылай табаға немесе арнайы формаға салуға болады. Енді осы рулеттің үстіне жаңағы аздап қалған салмамызды сеуіп шығамыз. Енді оралған рулеттерімізді духовкада 200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз.
Міне достар, рулетіміз дайын. Енді басқа ыдысқа салып аламыз. Достар, мен сіздерге қазір бір рулетті кесіп көрсетемін. Іші өте дәмді болған. Кім чеснокты ұнатады, көбірек салуларыңызға болады. Барлық тұз бұрышы өте жақсы сіңген, күймей жұмсақ болып піскен. Достар, бұл рецептпен пісірулеріңізге кеңес беремін. Менің жұмысымды бағалап, маған қолдау білдіріп, маған тіркеле кетіңіздер. Және де менің видеоларыммен достарыңызға, туыстарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар.